одан кейін оны тапсырыс беруші, яғни әкімдік оны қайтадан ойнатады тендерін. Тағы да, яғни біз оған миллиард салдық па, тағы миллиард шығаруымыз керек. Неге дұрыс жасалмайды деген. Яғни осы проблемалардың бәрі енді жинала келе, әрине ауыл халқын мезі қылдырады, ол шын. Біздің жолдар шында да шамалы, енді барлық айтып жүргендей. Бірақ енді біздің халқымыз өзіміз де бейжаймыз. Біз жол жаман екен деп жүре береміз. Жол жаман екен деп біз арызда жазбаймыз. Жол осыны жақсартайық деп бір ақсақалдар кеңесі бір жиналып, бір әкімге тигізіп айтқан, әкімге барып айтып, немесе шығып осы мәселені көтерген енді ауылда мен өзім мүмкін болған да шығар, бірақ өзім байқамаппын. Былтыр 25 ауылды араладым, биылда бір 10 шақтыға бардық. Осы барған ауылдың азаматшалары, жасы, кәрісі қаншасына сөз салдық, былай да айтылды, ешкім арыз жазбайды. Баяғы жүретін Бауыржан, баяғы бір әділдік жолы, бұл айтқанда ол мен кейде ашынғаннан оларға айтып тұрмын, мен қалада тұрам, ескі аэропортта, менде асфальт бар. Маған осы проблеманы көтер деп мен көтеріп айтып жүрмін, бірақ сіздер керек қой, неге қарамайсыздар? Жолын жазыңдар, көтеріңдер, бәрін ақпар тауып берейік. Метражын өлшеңдер, жолдың мысалы 3 метр ма, бір несі, бір жолаға. Қалыңдығын қараңдар, яғни сол халықтың да былай айтқанда бейжайлығы, әйтеуір акимат салып жатыр, бір күні салар, сіздің Жәнібек сияқты мысалды, бұйырған күні. Жалпы біздің қазақтың бұйырмысы, бір Аллаға сеніміміз дұрыс, бірақ былай айтқанда яғни біз солай айтқанда бұйырса және шүкіршілік деп айтуымызбен, менің ойымша, біз өзіміздің бір дәрменсіздігімізді көрсеміз, бір болар. Яғни біз жоспарлап осы күні бітірейік. Сондықтан да ол енді ол қашан болады, неге олай болады, сол қиын болып тұр.